Намаз оқыдым дегеннен кейін біз толық тура жолда емеспіз. Сосын Алла Тағала бізді тура жолды үйретеді. Тура жол деген жаңағы сіз күніне 5 уақыт намаз оқысаңыз, Аллаға серік қоспасаңыз, зікірлерді таңғы кешкі жасасаңыз, сонымен бітті деген сөз емес. Күніне Алла Тағала бізді неше түрлі жағдайлармен сынайды. Мақсат сол жағдайлармен сынаған кезде бізге тура жолды үйреткісі келеді. Тура жолдың мінездерін. Сол сынақтардың кезінде мен тура жолды көрсету керекпін. Мысалы, Бақара сүресінде Алла Тағала айтады: "Валанаблуаннакум бишайин минал хауфи". Міндетті түрде, ей иман келтіргендер, сендерді емтиханнан өткізіп сынаймыз. Немен? Бишайин минал хауф. Сәл қорқытамын сені. Жұмыстан шығып қалайын деп атқан сияқтысыз. Сокращение деген болады, қысқарту. Сол кезде сізден андай ой болса, енді қайтайым, ризық қалай болады екен, жұмыс енді қалай болады екен, квартира, светті қалай төлейді екен ойға кетсеңіз, сіз осы күнге дейін Алла Тағала көрсетіп жатыр. Сен осы тұрғыдан тура жол жоқ сенде. Ризықты Алла беруші деген түсінік теоретически бар, теориялық. Бірақ ол жүрегіңде жоқ. Өйткені жүрек өзінде бар нәрсені істетіп жатыр. Енді қайтайым? Үйіңе келесің, жұмыстан шығарып жатыр. Сізбен қоса әйеліңіз ана жерде тура жолда болмайды қазір. Осыларды түсінбеймін, неге сөйтеді екен? Алла Тағала ешкімді кінәлама, проблема сенде. Проблема сол сәтте менде тұр. Ешкім кінәлі емес. Адам алейхиссалам ағашты кінәлаған жоқ қой жәннатта. Проблема адамның өзінде. Сол секілді жаңағындай сәл қорқытамыз сені. Сол қорқытқан кезде тура жолдасың ба? Жоқ, не нәрсесің? Сондай-ақ біз сені бір айыбыңды ашқым кеп тұрған жоқ дейді Алла Тағала жерде. Мен саған осал тұстарыңды көрсетпекшімін. Сенде жақсы мықты характерді қойып бермекшімін. Мысалы, біздің бойымызға әркімді Алла Тағала жаратқан кезде белгілі бір мінездермен жаратқан. Дүниеге келген кезде менің табиғатымда неше түрлі бір мінездер болуы мүмкін іште. Бірден кейін ұрып жіберетін, тарс еткізетін, айқайлап жіберетін. Алла Тағала сынақ үшін жаратады. Сосын бір адам келіп мені ашуландырған кезде тура жол ашуланбау. Ол мені ашуландырайын деп жатыр, мен ашуланбау керек. Сол жағдайда тура жол. Жаңағы намаз ол болды, мен бағана оқығам оны 5-ді. Мен қазір 5 мен 2-дің арасында тұрмын, екінші жаңағы жағдайда сыналып жатырмын. Мені ашуландырып жатыр. Пайғамбарымыз сасам айтады: ашуланба дейді. Тура жол ашуланбау. Тағы ашуландырады, ашуланбау. Егер мен ашуланатын болсам, ана ішімдегі нәрсені шығарамын қазір. Түсінсіз бе? Ананың бәрі жұмыс істейді қазір. Не істеп не қойғанды білмейтін дегендей нәрселер. Сондықтан ғұламалардың біреуінен сұраған кезде, көркем мінезді бір сөзбен сипаттап бере аласыз ба деп. Малик ибн Динар сонда айтады ол кісі: ашуға жол берме дейді, болды. Ашуға жол бермесеңіз, тек жақсылық шығады екен. Жол бердіңіз ба? Ішіңізде жетіп тұр, неше түрлі бар. Мысалы, сіз біреуге көмек бердіңіз, бір туысқанға. Сосын ол туысқан тарапынан сізге бір жақсы құрмет көрсетілмей қалды, жалпы. Ренжітті сізді. Сол кезде сіз айтасыз: ана жақта намаз оқып жатсыз, Құран оқып жатсыз. Бергені болса алсын. Жақсылықты түсінбейтін. Тура жол емес мынау. Ол дұрыс емес жол. Дұрыс емес жолдың сөзі. Осының бәрін жөндейді Алла Тағала бізге. Тура жол дегеніңіз үндемеу. Өйткені сіз оған жақсылықты Аллаңыз үшін жасағансыз. Оның жақсы сөз есту үшін емес одан. Жаңағы аятқа сондықтан қараңыз. Сендерді сәл қорқытамыз. Раббым, мен саған тәуекел еттім. Осы күнге дейін мені асырап келе жатқан өзіңсің. Осы күнге дейін мына жұмысты асырадың. Ертең басқа жұмысты асырайсың. Көрдіңіз ба? Сонда жаңағы пайғамбарымыз салсам айтады: "Ядхулул джанната aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayri". Жәннатқа кіретін бір адамдар бар дейді. Ол кімдер екен? Аллахтың елшісі. Олардың жүректері құстың жүректеріне ұқсайды дейді. Неге дегенде?
Қай күні сіз көрдіңіз бір торғайдың, бір көгершіннің, бір құстың сізден келіп ризық сұрағанын? Таңертең ұшып кетеді, қорықпайды, бисмилласын айтады, кешке қарны тоқ балапандарына тамақ беріп жатыр. Ол ешқашан сізге жалынбаған, ешқашан күнін сізге қаратпаған ол торғай. Ал енді мен жаңағы жерде отырсам, енді қайтайым деп та. Міне, бұл тұсым, бұл қырым тура жолда болмағаннан кейін, ол маған проблема жасайды бұл нәрсе. Менің нервқа байланысты, бауырға, ұйқы безіне байланысты ауруларды жинайтыным осы тура жолдың болмағанынан. Сендерді сәл қорқытамыз. Сосын валжуғи, аш қалдырамыз біраз. Тамақ болмай қалуы мүмкін, айлық бұрынғыдай болмай қалуы мүмкін. Сонда Алла Тағала осының бәрін мен істеймін дейді. Көрдіңіз ғой? وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Сондықтан сендерді тағы да кемітіп, жандарыңнан біраз кемітем. Бір туысқанды алып кетуі мүмкін. Біреулердің сәбиі жетінеп кетуі мүмкін. Күллесі Алланың даналығында, Алла білетін істеп отқанын. Немесе денсаулықтан кемуі мүмкін. Жемістеріңнен кемітем. Былтыр егін-күшті берілген, биыл бермейтіндей. Сонда мына сөзге қараңызшы. Жаңағы сынақтар келген кезде қайсысы біреулеріміздің көңіліміз түсіп, қиналып, сөйтіп жатқан кезімізде Алла Тағала оп-оңай қарайды да «Вабашширис собирин» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Анау шыдамдылы, сабырлы, төзімділерін ғана қуандыр» дейді. Мыналар қалды сол бетінде. Міне тура жол деген. Сосын айтады: «Улаика алейхим салавату мир роббихим». Міне соларға Алланың тілегі болады дейді. Алланың салауаттары болады дейді соларға. Қараңыз. Және Алланың рахымы да соларға болады дейді да. Сосын мына сөзге қараңыз, немен аяқтайды? «Улаика хумул мухтадун». Және солар ғой тура жолдағылары дейді. Олай болса, сабыр, ұстамдылық жоқ кездерде мен тура жолда емеспін. Міне бұл Құран осының бәрін түзеуді қалайды да.